Сәлеметсіз бе? Мен емдеуші дәрігер Алихан Ғаниұлымын. Сізге өкпенің салыстырмалы перкуссиясын жүргізуге рұқсат етіңіз. Зерттеушінің рұқсатын алғаннан кейін қолымызды антисептикалық ережелерге сай өңдейміз. Өңдеу антисептиктің көмегімен түзелу бірінші бұйрыққа сәйкес жүргізіледі. Науқастан кеуде алаңын жалаңаштауды өтінеміз. Зерттеу науқас тұрған қалыпта немесе отырған қалыпта жүргізіледі. Өкпенің салыстырмалы перкуссиясы кеуде алдыңғы аймақтан басталады. Біз ол үшін плесиметр саусақты қабырға аралға параллель қоямыз. Балға саусағымызды тік бұрышта бүгіп, оның үстінен перпендикулярлы соққы жасауымыз керек. Ересек адамда кеуде алдыңғы салыстырмалы перкуссия бұғана үстіңгі шұңқырдан басталады. Және зерттеуді салыстырмалы түрде жүргіземіз. Екінші, бұғананың үстінен плесиметр саусақсыз жүргізіледі. Және бірінші қабырға аралық, екінші қабырға аралық, үшінші қабырға аралық. Және сол жақ аймақта жүрек орналасқандықтан төртінші және бесінші қабырға аралық оң жақта салыстырмалы түрде бір-бірімен жүргізіледі. Келесі науқастың бүйір аймағының салыстырмалы перкуссиясын жүргіземіз. Ол үшін зерттелушіден қолдарын жоғары көтеруін сұраймыз. Өтінемін, жоғары көтеріңіз қолдарыңызды. Өкпенің салыстырмалы перкуссиясы бүйір аймақта қолтық алдыңғы, ортаңғы және артқы сызықтарының бойымен жүргізіледі. Демонстрация үшін қолтық ортаңғы сызық бойынша салыстырмалы перкуссия жүргіземіз. Салыстырмалы перкуссия 6-шы қабырға аралыққа дейін жүргізуге болады. Енді кеуденің артқы аймағынан салыстырмалы перкуссияны жалғастырамыз. Ол үшін науқасқа артқа бұрылуын сұраймыз. Қолдарыңызды төмен түсіріңіз. Ең бірінші жауырын үсті аймағын перкуссиялаймыз. Екінші жауырын аралықты перкуссиялаймыз. Ол үшін науқастан өзін құшақтауын сұраймыз. Немесе қолда кеуденің алдыңғы бетінде айқастырыңыз деп өтініш жасаймыз. Және одан кейін жауырын асты аймақта перкуссиялаймыз. Зерттеу соңында науқастағы дыбыстың қаттылығына, биіктігіне және ұзақтығына сипаттама беріп, олардың екі жақтағы сипатына салыстырмалы талдау жүргіземіз. Зерттелушідегі өкпенің дыбысы айқын. Бұл нормада болуы керек перкуторлы дыбыс. Сонымен қатар патологиялық кездерде перкуторлы дыбыстың тығыздалуы, тұйықталуы және тимпаникалық сипатқа ие болуы мүмкін. Перкуторлы дыбыстың тығыздалуы бұл өкпе тінінің тығыздалуы синдромын көрсетеді. Өкпе перкуторлы дыбыстың тұйықталуы бұл плевриттен хабар береді, немесе плевра қуысында сұйықтық жиналуынан, және тимпаникалық дыбыс бұл өкпеде қандай да бір ауа жиналатын қуыстың пайда болғанын білдіреді. Зерттеу соңында біз зерттелушіге алғысымызды білдіріп, одан киіне беруіне рұқсат береміз және қолымызды өңдеп, зерттеу аяқталғаны туралы хабарлаймыз. Зерттеушіге өз алғысымызды білдіреміз.